Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей бір жасағаннан шығатын құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Егер сіздердің құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрген болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Қантымыз жақсылап ерігенше, ағарғанша араластырып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сүтті салып, жақсылап біріккенше сұйықтығымызды араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтық дайын болды. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды бөліп салған дұрыс. Егер бірден барлығын салып жіберетін болсаңыздар, онда сұйықтықта іртік қалып кетуі мүмкін, және сіздерге араластыруға да қиын болады. Мен қанша мөлшер қосатынын барлығын описанияда жазып қалдырдым. Сол жерден көре аласыздар. Міне, бізде қараңыздар, сұйықтығымыз осылай қоюланып бастады. Енді бізге ыстық су керек. Қайнаған суымыздың үстіне ас содасын саламыз. Осылай көпірші вулкан болады. Енді біз оны осы сұйықтығымыздың үстіне бөліп құятын боламыз. Бізде осындай құймақтардың сұйықтығы дайын болады. Оның үстіне енді ақ-майымызды қосамыз. Ақ-майымызды да барлығын біріккенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне, қыздар, біздің сұйықтығымыз дайын. Міне сіздерге көрсетемін, осындай сұйық болып шығу керек. Бұдан қою болып кетпесін. Егер қою болып кетсе, кішкене су қосып турлап алсаңыздар болады. Біз енді табаға жұқа етіп қойып пісіреміз. Мүлдем табаға жабыспайды, көріп тұрғандарыңыздай. Міне қыздар, бізде осындай алтындай мүлдем сынбайтын құймақтарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, дәмі ауыздарыңыздан кетпейтіндей болып шығады. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көптеген рецепттермен бөлісетін мен балауса. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.